أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي هريرة رضي الله عنه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم. Абу Хурайрадан жеткен хадисте Муслимнің хадистер жинағында келтіріледі. Адам баласының естігеннің барлығын айта беруі мойнына күнә арқалауға жеткілікті дейді. Естіген сөздердің бәрін жан-жаққа айта беруі адамның күнәға ұшырауына себепші болады, күнә істеуіне себеп болады. Басқа риуаятта айтады, кафа бил мар'i кәзибан деп айтылады. Яғни адамның естіген бәрін айта беруі өтірікші болуына жеткілікті дейді. Сондықтан мұсылман адам, момын мұсылман өзінің нені естіп, қайдан естіп, және ол естіген нәрсесін қалай айтып, кімге айтып жатқанына аса қатты мән беру қажет. Ол айтып жатқан сөздер дұрыс па, бұрыс па, ақпарат көзі дұрыс жерден алынған ба, әрде бұрыс жерінен алынған ба, міне соған көңіл бөлу қажет. Басқа бір хадисте, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен хадисте, қайсы бір кісі шындықты айтып, үнемі шындықты ұстанатын болса, ол Алланың құзырында шыншыл болып жазылынады. Тура солай қайсы бір кісі өтірікті айтып, үнемі өтірікті ұстанатын болса, онда ол Алланың құзырында да өтірікші болып жазылынады. Сондықтан біз, құрметті бауырлар, айтып жатқан сөзімізге және қай жерден ақпарат алып жатқанымызға аса мұқият болуымыз қажет. Өйткені біздің дұрыс емес берген ақпарат арқылы қоғам арасында, адам мен адам арасында жанжал тудырып, түсініспеушілік келтіріп, неше түрлі қиын жағдайға жеткізу апаруы мүмкін. Естіп жатқан сөзімізге ие болайық және оны дұрыс жеткізе білейік. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.